Қайырлы күн, құрметті өнер сүйер қауым. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі сіздердің назарларыңызға музей қорынан дәстүр және ғұрып деп аталатын көрмесін ұсынады. Көрмеде киізден және ағаштан жасалған бұйымдар орын алған. Себебі көшпенділердің өмірін тіпті баспанасынан тартып киізден және ағаштан жасалған бұйымдар құрайтын болған. Олардың ішінде текеметтер, сырмақтар, гобелендер, тағы басқа экспонаттарды көруге болады. Мәселен, текеметтің, сырмақтың түсіне, ондағы ою-өрнектерге қарап, Қазақстанның қай өңірінде жасалғанын аңғаруға болады. Мәселен, мынау сырмаққа назар аударайық. Бұл жерден қанық, жасыл, күлгін, сарғыш түстерді әрі өсімдік тектес ою-өрнектік байқауға болады. Осыған қарап, бұл сырмақтың оңтүстік өңірге тән екендігін айтамыз. Себебі Қазақстанның оңтүстік өңірінде көктем солтүстік пен орталыққа қарағанда ерте келеді. Және де жасыл желек, гүлдер көп уақыт сақталады. Күннің шуағы да ұзақ уақыт өзінің шуағын төгеді. Сондықтан да ол өңірге тән бұйымдар осындай өсімдік тектес ою-өрнек әрі қанық түстерден тұратын болған. Күнделікті қолданыстағы азық-түліктің өзін осындай ағаштан жасалған келсап, көбі сияқты бұйымдармен дайындайтын болған. Тіпті қымыз құюға арналған ыдыс-аяқтың өзі ағаштан жасалатын болған. Бұл көрмеден сіздер қазақ халқының материалдық мәдениеті, соның ішінде киіз үй, оның іші толығымен жабдығын, сонымен қатар ағаш пен киізден жасалған бұйымдармен зергерлік бұйымдарды тамашалай аласыздар. Осы көрме аясында қазақтың дәстүрлерін де біз сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз.